Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен бір ішкеннен баурап алатын, қонақтарды тәнті еткен, үй жағдайында дайындалатын лимонадтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай барбадос сиропы керек болады. Және мята, яғни жалбыз, лимон, лаймдарымызды тіліктеп саламыз. Содан соң сироп құямыз. Негізі 1 литрге 100 грамм сироп дайындалады, ал менде графин 1,5 литр болғандықтан мен 150 грамм сироп қойдым, яғни дайындап қойдым алдын ала. Мендегі барбадостың манго маракуйя сиропы, егер қаласаңыз, басқа да түрлері өте көп дәміне қарай. Бұл сироптарды көбінесе базарларда және арнайы сусынға арналған дүкендерден таба аласыз. Келесі газды су, яғни мен сарыағаш минералкасын пайдаландым. Сіз өзіңіз қалауыңызға қарай 7-Up, Sprite сияқты газды сусындарды пайдалануыңызға болады. Барлығын салып болғаннан кейін сусынымызды жақсылап араластырамыз. Міне өте жылдам дайындалатын газды сусынымыз дайын. Тағы бір айтатыны, ағзаға да ешқандай зияны жоқ лимонадты кез келген уақытта, әсіресе қонақ келгенде жылдам дайындай салғанға өте жақсы. Егер де сізге менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.